Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен органикалық химияға кіріспе жасаймыз. Бұл тақырыпта біз жалпы не себепті органикалық қосылыстар өте саны көп, сан алуан, миллиондаған түрлері кездеседі, және функционалдық топтардың түрлерімен танысамыз, және де кейбір формулалардың дұрыс жазылуын қарастырамыз. Сонымен, біріншіден, не себепті органикалық қосылыстардың саны өте көп? Бұл екі факторға байланысты. Біріншісі, көміртек катенация мүмкіндігін жасай алады. Яғни катенация дегеніміз бұл көміртек байланысының ұзын тізбекті түзу мүмкіндігі. Яғни бұл жерде мыңдаған, 10 мыңдаған көміртек атомдары бір-бірімен тізбектеліп жалғасады. Бұл бірінші себебі. Осы мүмкіндік көміртекте болғандықтан біз әртүрлі бұл жердегі тізбектердің құрылымын немесе санын өзгертіп отырып, түрлі қосылыстар алады екенбіз. Екінші себеп көміртек қосылыстарының изомеризация мүмкіндігі болуы. Изомерия бұл көміртектің молекулалық формулалары бір болғанымен әртүрлі құрылымға ие болу мүмкіндігі. Сол себептен бізде көміртек негізгі органикалық элемент болғандықтан көміртектің катенация және изомерия функциялары органикалық қосылыстардың миллиондаған түрлерін бізге береді. Бір-екі мысал қарастыратын болсақ, көміртектер бір-бірімен төрт байланыс түзетінін біз білеміз. Мынадай ұзын тізбектер түзуі мүмкін, немесе тармақ түзуі мүмкін. Яғни көміртектің және қасындағы басқа да элементтердің сандары өзгермейді. Алайда бізде тармақ мына жерде ұзын тізбекте орналасқан көміртектер, мұнда көміртектер тармақталып орналасқан. Бұл да бұған алуан түрліліктің мүмкіндігін береді. Немесе осы төрт көміртек бұлайынан циклді қосылыста түзуі мүмкін. Яғни бізде көміртектің саны өзгерген жоқ, бірақ бұндағы құрылым өзгеріп жатыр. Циклдардың түрлері әртүрлі болуы мүмкін. 3 көміртекті, 4 көміртекті, одан да көп көміртекті, және көміртек өзара дара байланыс түзуі мүмкін, қос байланыс түзуі мүмкін, және үш еселікте байланыс түзуі мүмкін. Себебі бізде 4 валентті электрон кездеседі көміртекте. Енді органикалық қосылыстардың ең алғашқы өкілі деп біз көмірсутекті алсақ болады. Көмірсутектер атауындағыдай екі атомнан тұрады. Бұл көміртек және сутек. Осы екі элемент бізде көмірсутектердің негізін құрайды. Көмірсутектер атауы бойынша көміртектің санына байланысты өзгереді. Ең алғашқы өкілі бұл бізде егерде көмірсутекте бір көміртек атомы болатын болса, оның қосылысы мет деген түбірден басталады. Екі көміртек атом болса, эт. Үш көміртек болса, проб. Төрт көміртек болса, бут. 5 көміртек болса, пент. 6 көміртек болса, гекс. 7 көміртек, гепт. 8 көміртек, окт. 9 көміртек, нон. Және 10 көміртек, дек. Бұған әртүрлі жұрнақтар жалғау арқылы біз әртүрлі органикалық қосылыстар алады екенбіз. Бұл
түбірлерді біз жатқа білуіміз қажет. Яғни бір көміртек болса бұл мет, немесе 4 көміртек болса бут түбірі болатын біз білуіміз керек. Тағы да бізде функционал топтар кездеседі. Яғни органикалық қосылыстар бір-бірінен әртүрлі тізбек немесе цикл немесе тармақталудан ерекшеленуі мүмкін. Сонымен қатар көміртектің санының өзгерісінен ерекшеленуі мүмкін. Тағы да бір өте маңызды бұл жердегі бізде функционалдық топтардың әртүрлі болуы. Функционалдық топтар бізде мысалыға галоген топтары болуы мүмкін. Галогендерге біз білетін ол хлор, бром, фтор, йод жатуы мүмкін. Тағы да бізде функционалдық топ бұл спирттерде кездесетін гидроксил тобы. OH. Сонымен қатар бізде карбонил топтары болады. Карбонил топтарында көміртек қос байланыспен оттекпен байланысады, және тағы да басқа екі атоммен байланысуы мүмкін. Келесі бізде карбоксил тобы. Карбоксил тобында бізде көміртек қос байланыспен, бір оттекпен, және дара байланыспен, бір оттекпен байланысады. Ол өзара сутекпен байланысады, және көміртекте тағы бір байланысқа мүмкіндігі бар. Сонымен қатар әртүрлі функционалдық топтарының араласқан формулалары бізде әртүрлі қосылыстар береді. Мысалыға, егерде біз жеке амин тобын алатын болсақ, бұл NH2 функционалдық тобы, ал амин қышқылдарында бізде екі әртүрлі функционалдық топ болады. Ол амин тобы және карбоксил тобы. Сонда амин қышқылдарының формуласында карбоксил кездеседі және амин тобы кездеседі. Яғни амин қышқылдарының жалпы формуласын осылайдан көрсетсек болады. Сонымен органикалық қосылыстарда әртүрлі тізбектелген, тармақталған, циклденген, қос байланысқан, дара байланысқан, немесе көміртектің санының әртүрлілігі және әртүрлі функционал топтармен ерекшеленуі мүмкін. Енді бірнеше формулаларды қарастыратын болсақ, бізде негізгі 7 формуланы білуіміз керек. Бұл қосылыстардың жалпы формуласы. Жалпы формула, мысалыға біз органикалық қосылыстарда алкандарды алатын болсақ, алкандарда бізде CnH2n плюс 2-ге тең. Яғни алкандардың жалпы формуласы осыған сәйкес. Барлық алкандар осы формула бойынша анықталады. Келесі бізде молекулалық формула. Алкандарды алатын болсақ, оның ішінде бірінші өкілі бұл метан. Метанның молекулалық формуласы CH4. Келесі бізде формула бұл эмпирикалық формула. Эмпирикалық формула бұл қосылыстың құрамындағы атомдардың санының барлығын ең кіші бүтін санға бөлуге тең болады. Яғни біз мәселен мынандай бір қосылыс алатын болсақ, бұл бізде бутан молекуласы. Бутан молекуласының молекулалық формуласы C4H10-ға тең, ал оның эмпирикалық формуласы, бұны біз 2-ке бөлсек болады, бүтін сан C2H5. Яғни бутан молекуласының молекулалық формуласы бізде C4H10, бірақ эмпирикалық формуласы C2H5-ке тең екен. Келесі бізде бұл скелеттік формула. Скелеттік формула, осы бутан молекуласын алатын болсақ, бутан молекуласы бізде 4 көміртектен тұрады. Бұны біз былай сызсақ болады. Яғни әрбір бұндағы сызықтың ұшы әрбір көміртекті көрсетеді. Мұнда бір көміртек бар, мұнда екінші көміртек, үшінші көміртек және төртінші көміртек. Қысқаша оны осылайдан белгілесек болады. Егерде ол пропан болатын болса,
мынадай екі сызықпен көрсетіледі. Этан болса, метанды өкінішке орай біз скелеттік формуласын сыза алмаймыз. Себебі онда бір ғана көміртек. Келесі формула бізде құрылымдық формула. Құрылымдық формула, осы бутанды алатын болсақ, оны біз әрбір функционал топтарын бөлек-бөлек жеке жазады екенбіз. Яғни CH3, CH2, CH2 және CH3. Молекулалық формуласы C4H10, бірақ біз оны құрылымдық көрсететін болсақ, әрбір бөлігін CH3, CH2, CH2 және CH3-тен тұрады. Келесі бізде тармақталған құрылымдық формула. Тармақталған құрылымдық формула. Тармақталған құрылымдық формула деп осы бутан молекуласын сатын болсақ, ол жазықтықта әрбір атомды жеке-жеке сызықтар арқылы, байланыстар арқылы көрсетеміз. Яғни, бұндағы 10 сутек атомын осылайнан көрсетеді екенбіз. Айырмашылығы құрылымдықта бізде бұл жиналып тұр атомдар, ал тармақталғанда әрбір атом байланыспен ашылып жазылады екенбіз. Және соңғы біздегі формула бұл кеңістікте тармақталған. Кеңістікте тармақталған құрылымдық формула деп айтамыз. Егер де мен бутан молекуласының кеңістіктегі формуласын жазатын болсам, ол мынандай болады. Бұнда көміртек 4 байланыс көрсетеді. Сонымен 4 атом көміртек бар, 10 атом сутек бар, бірақ сутектің бұндағы кеңістікте байланысуы мына сызықпен белгіленгендер, бұлар барлығы осы тақтаның жазықтығында жатыр, яғни жазықтықта жатыр, ал мына екі сутек бірінші көміртекке жалғанған. Бұл осы тақтаның жазықтығына маған салыстырмалы түрде жақын орналасқан бір сутек, ал мына сутек осы жазықтыққа менен алысырақ орналасқан. Яғни кеңістікте бұл тақтаның ар жағында орналасып тұр. Мына көміртекті алатын болсақ, ондағы екі көміртек осы жазықтықтың бойында байланысып тұр, ал екі сутектің біреуі маған жақынырақ орналасып тұр, екіншісі тақтаның арғы бетінде. Мұнда да солай кеңістікте қалай орналастырған көрсететін формулалар осылай сызады екенбіз. Сонымен біз 7 формуланы қарастырдық. Бұл жалпы формула. Әрбір органикалық қосылыстарда жалпы формула біреу болады. Және молекулалық формула. Бұл негізгі олардың молекуласында қанша атом бар екенін көрсететін бізде формула. Эмпирикалық бұл сол молекулалардың ең кіші бүтін санға бөлген кезде, ең үлкен бүтін санға бөлген кездегі шығатын формула. Скелеттік формула ол тек қана көміртектің санын және басқа да функционалдық топтарды қарапайым сызықпен ғана көрсету әдісі. Құрылымдық формулада біз әрбір бөлікті топтастырып көрсетеді екенбіз. Тармақталғанда сол бөлінгенді жеке-жеке байланыстар арқылы және кеңістікте біз оны қалай жазықтықта және кеңістікте орналасқанын көрсетеді екенбіз. Сонымен біз бүгінгі тақырыпта жалпы органикалық қосылыстарға кіріспе жасадық. Онда біз не себепті органикалық қосылыстар санап алған болатын қарастырдық және оған катенацияның, изомерияның себебін қарастырдық. Сонымен қатар біз органикалық қосылыстардағы көмірсутектерді негізгі құраушы қосылыстар деп таныдық және оны атаған кезде белгілі бір ретпен түбір арқылы бұл мет, эт немесе проб сияқты түбірлер арқылы аталатынын қарастырдық. Сонымен қатар органикалық қосылыстар тармақталып, тізбектеліп, циклды, ациклды, қос байланысты, үш еселік байланысты, дара байланысты болуы мүмкін және осы 7 формуланы қарастырдық. Сонымен осында біздің тақырыбымыз аяқталады. Сұрақтарыңыз болса видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.